Уже 12 болмай жатты туған күніме құттықтап. Кім жер келіп десеңіздер. Ертең болды десе. Назым, Бота, рахмет. Ертең бұл қыз деген кетіп бара жатыр екен, оказывается, горячий источникқа. Мына жақта Нурка жаным. Сонымен қыздар келіп қалдық, құттықтап, ойламаған жерден так приятно. Ана неден алдық, кеше праздникта музыкадан. Бегли Саш, ана магазиндан ана. Флюр деген магазиннан да қызы. Свиданияға шақырып жатыр деп, бәсе 12 жарым болды, жігітім жоқ әлі құттықтамайды. Не болып кетті деп қоямын, сөйтсем. Білмеймін, құттықтайын деп жатыр, әйтеуір подъездің сыртына шығып келе жатырмық. Вау, дейміз десе. Не деген құттықтау болайын деп тұр екен, болды. Өзім деген таңғалып келе жатырмын. Қасымда мама бар. Инешкам сүйікті де сүйкімді. Мына жақта менің любимый қайын сіңілім. Не көзім көрмейді ғой менің. Жанып тұрғанды көрмейсің бе? Мәссаған. Мына жақта бірден кетті. Бірденге жаным атыр. Оля. Жүгірейін деп келе жатырмын ғой, жүгірейін. Барлығы құттықтап мені. Туған келіп қалған жайы бар. Екі отбасымызда жиналып. Даже Надира теген гвардейскийден. Ас болсын бешбармақ жасап қойдық. Жүрегіміз екеміз осы жерде тұрмыз міне. Біз тұрып жүріп жей береміз. Стоя больше влезет деп. Ау? Қазір. Жей берсеңіздерші, қазір мен салып аламын мен. Ас болсын. Жей беріңіздер, біз жейміз. Сіздер дұрыстаңыздар, біздің көңіліміз. Осылай мен жаңа қыздар келіп кетеді. Қайдан тіледің ба, күніге? Кетші, менің түрімді пайдаланбашы. Сенің түріңді салсам өтеді да, сториске. Бота. В общем, қолымызда осындай свет бар. Қазір потолок болайын деп тұр мына жерде. Туған күн болып жатыр ғой, туған күн. Бір керемет жанның туған күні бүгін. Бүйтіп мынаны адам бетіне түсірсең, жарық болады, качество деген видео ұрықтар сияқты болады. Украина салсаңыз. Оған біздің үйдегі адамдар ғой. Мынау екен ғой, бәсе осы айуан екен ғой сонда ғана. Әйеліңіздің туған Бір әйелім туған күнін ерекше құттықтайын деп едім, көп қойды ғой әйелдер. Семей құттықтамадың ғой сол үшін деп ше. Жатам, жүрсіңдерші үйге кірмейсіңдер ме? Біз кіріп сағат. Украина салсаңыз. Оған біздің үйдегі адамдар ғой. Украина салсаңыз.